Сәлеметсіздер ме, құрметті 11-ші сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Қазақстан тарих пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Оқушылар, бізде бөлім саяси құқықтық процестер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Оқушылар, олай болса тапсырмамызды орындайық. Бұл бізде екінші тоқсанның бірінші ПЖБ-сы. Тақырып бізде Қазақстан халқының моноэтникалық құрамның өзгеруі 18 ғасыр және де 20 ғасырдың басы. Кеңестік кезеңде Қазақстанда полиэтникалық қоғамның қалыптасуы. Оқушылар, бізде тапсырма орындау уақыты 15-20 минут. Бізде бірінші тапсырма: деректерді пайдаланып 18 және де 20 ғасырдың басындағы Қазақстан халықтарының этникалық құрамының өзгеруін зерттеңіз деп бізге берілген. Бізде бірінші және де екінші деректер берілген екен. Бірінші деректе бізде дала өңірінде Ақмола облысы орыс ұлт өкілдерімен неғұрлым көп қоныстандырылды. Орыстар бұл аймақта халықтардың арасында басым үлеске 58% ие болып отыр. Ал 1897 жылы бұл облыс Қырғыз даласының әлі де елсіз өңірі болып, бұл жерде орыс халқының үлесі 33%дан асып түспеген еді. Орыс қоныстанушылардың жер аударылуы жағынан бірінші кезекте Торғай облысы орналасқан. Мұнда орыс ұлт өкілдерінің саны 1897 жылы 35.028 адамнан 1911 жылы таман 225.480 адамға дейін, яғни 14 жылдың ішінде 7 есе арта түскенін байқауға болады. Прошло Казахстан источников и материалах деп бізге берілген, жалпы сборниктен барлығы көрсетілген екен мына жерде. Енді оқушылар екінші деректі оқи кетейік. Біз 1881 жылдан бастап 1894 жылға дейін Жетісуға бұрын Қытай жерін мекен еткен Таранча мен дүние ұлттары қоныс аударылды. Жетісуда 45.373 адамнан құралатын 9.572 таранчи отбасы және де 4.682 адамды құрайтын 1147 дүнген отбасы мекендеді. 1897 жылы санақ бойынша таранчи мен дүнгендер саны 71.091 адамды құрады. 55.815 ұйғыр мен 15.276 дүнген. Келесі бізде оқушылар үшінші дерек: 19 ғасырдың соңында Қазақстанға орыс шаруаларымен қатар ұйғырлар мен дүнгендер де қоныс аударды. Өйткені 1871-1881 жылға дейін Іле аймағы патшалық Ресейдің қол астында болды. 1881 жылы 12 ақпанда Қытай мен Ресей арасында Петербург шартына қол қойылды. Шарттағы 17 баптың алғашқылары келісімнің мәнін жан-жақты ашып көрсетті. Мысалы, шарттың 3 бабында Іле аймағының тұрғындарына Қытай қоластындағы мекендерді де қалу немесе Ресей жерлеріне көшіп, Ресей азаматтығын қабылдау ұсынылады деп қарастырылған. Кешіріңіздер. Ұйғырлар мен дүнгендерді Жетісуға қоныстандыру арқылы патша үкіметінің көздеген мақсаты оны жергілікті халықтың ұлт азаттық көтерілісіне қарсы қолшоқпар ретінде пайдалануды көздеді. Енді оқушылар, тапсырмамызды орындайық. Кезеңдері, қоныстандыру себептері және де салдары. Орыс қоныстанушылардың бастапқы кезеңі. Қоныстандыру себептері бізде бірінші Ресей империясының ішкі аймақтарындағы жер тапшылығы. Екінші, Ресей империясы шекаралық аймақтарды нығайтып, жаңа жерлерді игеруді көздеді. Үшінші, ол патша үкіметінің қазақтарды бақылауда ұстау және ұлт азаттық көтерілістерді басуда өздеріне көмекші күш ретінде. Ал салдарын, жалпы бізде ұйғыр және дүнгендерді қоныстандыру, бұл бізде Қытайдағы 1860-1870 жылдардағы ұйғырлар мен дүнгендердің көтерілістері басылып, қуғынға ұшыраған халықтың бас сауғалауы.
Екінші бізде Ресей Қытай арасындағы 1881 жылғы Петербург шартына сәйкес халықтың көшуіне рұқсат берілуі. Үшінші, патша үкіметінің ұйғырлар мен дүнгендерді жетісудағы қазақтарға қарсы тірек ету жоспары. Ал енді олардың салдарына келейік, оқушылар. Салдары: қазақ жерінде орыс халқының үлесі күрт өсіп, жергілікті халқының егіндік және жайылымдық жерлері тарылды. Соның салдарынан қазақтардың әлеуметтік экономикалық жағдайы төмендеп, отарлау саясаты күшейді. Сонымен бірге Қазақстан полиэтникалық аймаққа айналып, ұйғыр мен дүнген этностары жетісуда тұрақтап, халықтың құрамына кірді. Нәтижесінде қазақ халқын демографиялық үлесі азайды. Келесі, оқушылар, бұл бізде екінші тапсырма. Дерекке сүйене отырып, 20 ғасырдың басындағы саясаттың қазақтардың этникалық құрамына әсерін талдаңыз деген. Бізде деректер берілген. 1897 және 1920 жылдары санақтар аралығында Түркістан Республикасының халқы 13,3%-ға кеміді. Ерекше қатары ойсыраған қазақтар болды. 34,1%-ы қырылды. Мұны сол жылдардағы статистикалық мәліметтер былай деп дәлелдейді. Алматы уезінің халқы 1897-1920 жылдары 5,4%-ға өскенде, уездегі қазақтар 1917-1920 жылдары 32,216 адамға 20,1%-ға кеміді. Сол жылдары қазақтар Лепсі уезінде 42,1%-нан Талдықорған уезінде 26,2%-нан Әулиеата уезінде 43,8%-нан Шымкент уезінде 55%-нан Қазалы уезі 40,1%-нан және тағы басқалары айырылды. Осы жылдары ерекше қалаларда қоныс аударушы орыс, украин, татарлардың саны мен үлесі өсті. Өзбектер, қырғыздар, ұйғырлардың саны мен үлесі кеміп, дүнгендер шығынға онша ұшырай қойған жоқ. Саны да үлесі де бір мөлшерде өзгеріссіз қалды. Сонда 1917-1918 жылдары ашаршылық жылдарында Түркістан Республикасындағы қазақ үштен бірінен айырылды. Ашаршылық салдарынан. Осы жылдардағы аштықтан еңсесін көтермеген халық 1921 жылы ашаршылық қамытын қайта киді. Және бізде 1931-33 жылдарда ашаршылық болады. Дереккөз history.kz сайтынан алынған екен. Олай болса, оқушылар, тапсырмамызды орындайық. 1897-1920 жылдары қазақ халқының санының кему себебі неде деген. Бізде ашаршылық, конечно, ол ашаршылық, соғыс және ұлт азаттық көтеріліс бізде 1914-1918 жылдар көрсеткен. 1916 жылы салдарынан халықтың жаппай қырылуы, биліктің ауысуы, революциялар және азамат соғысы, оған байланысты жазалау шаралары, халықтың қырғынға ұшырауы және шетелге босып кетуі. Салдарынан жұқпалы аурулар таралып, өлім жетімнің көбеюі. Келесі Б бөлігінің сұрақтары: автохтонды халықтың азаюының қандай зардаптары болады деген жалпы. Қазақ халқының этникалық құрамының үлесі азайды. Екінші, бұл бізде қоныс аударушы орыс, украин, татар және басқа этностардың үлесі артты. Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы мен әлеуметтік саяси жүйесінің өзгеруіне ықпалы етті. Тілі және дәстүрлері өзгере бастады. Қазақстан полиэтникалық қоғамға айналды. Келесі бізде үшінші тапсырма: ұйымдардың мағынасын түсіндіріңіз деген. Депортация деп отырғанымыз мемлекет тарапынан белгілі бір ұлт өкілдерін күштеп басқа аймаққа көшіру саясаты. Мысалы, корейлерді жалпы
Қазақстанға көшіртетін болатын болса, осы депортация, яғни сол ұлттардың келісімінсіз мемлекет өзі басқа бір мемлекетке күшпен қоныстандырады. Арнайы қоныс аударылғандар, яғни саяси, әлеуметтік немесе этникалық себептерге байланысты белгілі бір жерге күштеп қоныстандырылған халықтар. Полиэтникалық қоғам ол құрамында әртүрлі ұлттар мен этностар қатар өмір сүретін көп ұлтты қоғам. Мысалы қазақстанды алсақ болады, бізде орыстар, өзбектер, қарақалпақтар өте көп. Сол себепті бізде полиэтникалық қоғамға жатады екенбіз. Келесі бұл интернационал- интернационализм деген, яғни халықтардың достығын, ұлтаралық теңдікті насихаттайтын идеология. Жалпы оқушылар барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Бізде әрине дескриптор бағалау жүйесімен толықтай бағаламыз. Бізде толықтай 11 балл, осы 11 балдың толықтай 11 балын жинап өткен болатынбыз оқушылар. Енді оқушылар осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар оқушылар. Алдағы уақыттарда да дәл осындай видеолар түсіретін боламыз. Сол себептен оқушылар біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар оқушылар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.